Сәлем, менің атым Әсел, және осы сабақта біз present continuous етістігінің шағын үйренетін боламыз. Жалпы present continuous менің ойымша ағылшын тіліндегі ең оңай етістіктердің бірі. Бұны present continuous'ты қазақшаға әртүрлі аударады. Мысалы, кейбіреуі оны созылыңқы осы шақ деп аударады, немесе нақ осы шақ. Жалпы ол қатты маңызды емес, аудармасы ең бастысы қай жерде қолданатынын білсеңіз. The present continuous ол қазіргі уақытта болып жатқан іс-әрекетті білдіреді. Мысалы, қазір не жасап жатсыз, сол кезде біз present continuous'ты қолданамыз. Яғни етістікті алып present continuous'ға ауыстырамыз. Немесе іс-әрекеттің сөйлеу кезінде болып жатқанын, немесе жалғасып жатқанын білдіретін болса, онда біз present continuous етістігін қолданатын боламыз. Мысалы, he is surfing now. Ол қазір surfing жасап жатыр. Бұл жерде surfing деген бұл етістік болып тұр, present continuous етістігі. Және she is dancing now. Ол қазір билеп жатыр. Dancing, бұл жерде dance деген, билеу деген етістіктен келіп тұр. Сонда біз байқағаныңызша біз ing қосып жатырық, я? Verb, яғни етістікке ing қосып жатырық. Енді сол үшін біз қазір формуласын қарап шығайық, present continuous'тың. Okay. For example, Sarah is swimming. Сара қазір суға түсіп жатыр. Демек, бұл іс-әрекет дәл қазір болып жатыр, я? Сол үшін мен present continuous етістік шағын қолданып отырмын. Бұл жерде Sarah деген ол адамның аты, демек бұл subject. Сөйлемдегі кім, не деген сұраққа жауап береді. Және содан кейін бізде to be келеді. Am, is немесе are. Сол баяғы біздің to be. Жалпы білесіздер, егер Sarah болатын болса, ол демек ол немесе жекеше зат есім, сол үшін біз is to be-ін қолданамыз. Келесі бізде verb, яғни етістік келеді, swim, to swim. Суға түсу, я? Жалпы verb plus ing болған кезде swimming болып кетеді. Сонда Sarah is swimming. Міне, осы сөйлем бізде present continuous етістігінің шағында тұр. Енді сөйлемнің болымды, болымсыз және сұраулы болатынын білеміз. Солардың формаларын қарап шығайық. Ең біріншісі I есімдігімен am, сосын verb, сосын ing. Жалпы verb деген ол етістік екенін сіздер білесіздер. Және оны мен V деп қысқарттым. V деген verb етістік. Сонда I am қосылған verb, қосылған ing. Егер you with they болатын болса, оны біз are, to be етістігін қолданамыз, және verb, сосын ing. He, she, it болатын болса, ол кезде біз is'ті қолданамыз, сосын қайтадан verb, сосын ing. Сонда мысалдар. I'm working now. Мен қазір жұмыс істеп жатырмын. Дәл қазір болып жатқан нәрсе, және бұл жерде мен апостроф арқылы I am емес, I'm деп қысқарттым. Сонда I'm working now. Келесі, we are working now. Біз қазір жұмыс істеп жатырмыз. He's working now. Ол қазір жұмыс істеп жатыр. Енді болымсыз сөйлемге қарайық. Болымсыз сөйлемде біз осы структураны сақтаймыз, тек қана to be-дан кейін біз not деген сөзді қосамыз. Мысалы, I am not plus verb plus ing. Немесе you with they plus are plus not plus verb plus ing. Немесе he, she, it қосылған is, қосылған not, қосылған verb, қосылған ing. Сонда қысқартатын болсақ, I'm not деуге болады, you aren't деп айтуға болады, are not-ты aren't деп, және he isn't дегенді біз is not-ты isn't деп қысқартсақ болады. Мысалдарды қарап шығайық. I'm not working now. Мен қазір жұмыс істеп жатқан жоқпын. Мысалы айтайық, мен қазір ұйықтап жатырмын. Немесе мен қазір сөйлесіп жатырмын. I'm not working now. I'm talking with you. Мен сенімен қазір сөйлесіп жатырмын. Келесі, we aren't working now. Біз қазір жұмыс істеп жатқан жоқпыз. Мысалы айтайық, біз қазір телевизор көріп жатырмыз, қазір жұмыс істеп жатқан жоқпыз. Сонда қалай болады? We are not working now. We are watching TV. Келесі сөйлем. He isn't working now. Ол қазір жұмыс істеп жатқан жоқ. Енді сұраулы сөйлем болатын болса, біз ол логикасын білеміз. Әрқашанда біздің to be немесе көмекші етістіктер болатын болса, do, does, present simple-да немесе future-да will, немесе өткен шақта did дегендер, олар бәрі алдына кетеді. Яғни subject-ның алдына кетеді. Сол секілді am, is, are бізде алдына келеді. Содан кейін біздің subject, яғни зат есім, есімдіктер. Содан кейін етістігіміз V, verb, содан кейін ing. Сонда мысалдарды қарап шығайық. Are you working now? Сен қазір жұмыс істеп жатсың ба? Yes, I am. Мен жұмыс істеп жатырмын. Немесе no, I'm not. Жоқ, мен қазір жұмыс істеп жатқан жоқпын деген сөз, Егерге біз мысалы ол жұмыс істеп жатырмын деп айтқымыз келсе, is she working now? No, she isn't.
Yes, she is. Okay, good. Now let's talk about spelling. Ал енді біз жазылуына мән берейік. Егер біздің етістігіміз и деген әріпіне аяқталатын болса, көбісі оны е деп атады, бірақ бұл дұрыс емес. Негізі ол и, A, B, C, D, E деген секілді. И әріпіне бітетін етістіктерге, мысалы make, write, drive деген секілді. Ол кезде и түсіп қалады, біз ing-ді бірге қосқан кезде. Сонда make, making болады. Write, writing, come, coming. Демек, біз ing-ді етістікке жалғаған кезде де жазылуына мән беруіміз керек, окей? Келесі, ол егер мысалы біздің етістік i-ға бітетін болса, мысалы lie, die, tie деген секілді. Ол кезде ол бізде y-ing-ға ауысып кетеді. Мысалы lie, lying, die, dying, tie, tying. Okay. And now let's try to understand the difference between present simple and present continuous. Енді айырмашылығын қарап шығайық. Present simple мен present continuous. Себебі екеуі де жалпы осы шақ секілді, және көбісі осы екеуін шатастырады. Бірақ негізінде олар екі түрлі. Яғни екі түрлі сөйлемде қолданамыз, екі түрлі мағынада қолданамыз. Ең біріншісі, тіпті екі түрлі структурасы да бар, сөздердің, етістіктің. Ең біріншісі, мысалы, present simple қарайық. Alex is a bus driver. Бұл алдыңғы present simple өткен кездегі сөйлем. Alex ол бізде автобус жүргізуші. He drives a car. Бұл жерде he drives a car деген ол present simple болып тұр. Себебі бұл жалпы Алекс туралы факт, күнделікті қайталайтын іс әрекет. Сол кезде біз оны present simple деп айттық. Сол секілді he drives a car, ол не істейді екен, жаңағы бұл жерде негізі car емес, bus десек те дұрыс болады. He drives a bus, яғни ол автобус айдайды деген сөз. Бірақ he is sleeping now. He is sleeping now деген бізде етістігіміз present continuous тұр. Өйткені he is sleeping деп жатырмыз. Ол қазір ұйықтап жатыр. Демек, іс-әрекет, қазір болып жатқан іс-әрекетті білдіретін болсақ, онда біз present continuous қолданамыз. Енді present simple мен present continuous айырмашылығы түсінікті болды деген ойдамын. Негізі көп студенттер осы present simple мен present continuous шатастырады. Сол үшін мен сіздерге үй жұмыс ретінде көп жаттығу беретін боламын осы present simple мен present continuous-тың айырмашылығын түсіну үшін. Сол үшін міндетті түрде бәрін орындаңыз. Келесі, енді мына ағылшынша етістіктер бар болғанда present continuous қолданылмайды. Яғни ол қандай етістіктер? Ең бірінші, есту, көру, сезіну сияқты етістіктер бар болғанда біз тек қана мысалы present simple немесе past simple, future'да қолдана аламыз, бірақ present continuous'та емес. Олар қандай? Мысалы hear, notice, see, мысалы I'm seeing, I'm hearing, I'm noticing деп айтпаймыз, окей? Келесі ол эмоцияларды белгілейтін етістіктер, мысалы love, like, hate, мысалы I'm liking, маған ұнайды, I'm hating деп айтпаймыз, окей? I love, I hate, I like. Келесі ол ойлауды белгілейтін етістіктер үшін. Ойлауды деген мысалы to think, ойлау, to understand, to believe. Осындай етістіктер кездескен кезде біз present continuous'ты қолданбаймыз. Мысалы I'm believing, I'm understanding деп айтпайсыз, окей? Мысалы мен түсіндім деген I understand, I believe, немесе I think деген секілді. Мысалы көбінесе біз оны пайдаланамыз. I think, егер біз өз ойымызды айтқымыз келсе, мен бұлай ойлаймын, немесе мен осы зат туралы бұлай ойлаймын деп айтқымыз келсе, I think деп бастайсыз, окей? I think, and etc. Окей. Енді келесі ол иемденуді белгілейтін етістіктер. Яғни, мысалы, to possess, to have, алдыңғы сабақ білесіз, to have деген бір затқа ие болу, бір зат болуды айтамыз. Сол кезде біз to possess, to have деген етістіктермен present continuous'ты қолданбаймыз. Окей, жалпы біз барлық нәрсені өттік. Present continuous'қа қатысты осы міндетті түрде конспектлейміз және жаттаймыз. Керек жерлерін әрине міндетті түрде көп жаттығуды жасауымыз керек болады. Келесі сабақта кездескенше, сау!